сіздермен амандаспай тұрып, өзімізді таныстырмастан бұрын, ең бірінші өкпе ренішімізді айтайын деп едік. Неге біздің қаламыздың үстімен метеорит өтпеді? Тараз 2000 жылдық тарихы бар қала. Ол лайықты ең болмаса метеориттің өткеніне. Мейлі, өтпесе өтпей қойсын, ең болмаса қақ ортасында құласа болады ғой. Жоқ, сіздер ойлап қалмаңыздар, таразықтар өз қаласын жақтырмай ма деп. Ондай емес. Егер біздің қалаға метеорит құлағанда, біздің Тараз туристік қала болып, әлеуметтік жағдайымыз жақсарып, мегамыз жоқ болса да, ең болмаса метеоритіміз бар деп мақтанатын едік. Айналайын-ау, не деп кеттің сен, а? Жарайды, оны қойшы. Онда неге Экспо 2017 жылы Астанада өтеді? Неге Таразда өтпейді? Айналайын-ау, сен де салыстырдың ғой Тараз бен Астананы? Салыстыратын жөні бар дайыр. Біріншіден, Таразда да 167 гектар жер табылады. Екіншіден, Астанаға келетін 2017 жыл біздің Таразға да келеді. Ал үшіншіден, ең бастысы, біздің таразықтар Экспо не екенін білмейді. Біздің Таразға, егер Экспо 2017 біздің Таразда болатын болса, біздің Таразға 3 қабатты бір мега соғып берсін, сол бізге Экспо. Айналайын, Экспо деген не? Кітапхана емес па не? Жоқ, мега. Жоқ, ол футбол ойнайтын алаң. Мега де не білем. Не болды сонша? Экспоның артынан әңгіме сонша еді. Ана байқұс жерді салып, жерін алдыңдар қайтады. Онда біреудің баласы айналайын. Онда мен кеттім, Олжас. Айда. Экспоға кеттім. Жай ма? Артық кетіп қалып, кешірім сұрайды. Бірге батпайды. Тамаққа дәм беретін Аралдың ащы тұздары, біздерге қолдау беретін Астананың сұлу қыздары. Қалайсыңдар? Ерекше жағдай достар, адамдардың қытығы болады. Егер де қойлардың да қытығы болса, қалай болады екен? Алдынан қараманда пысымыңда, бізде азу жоқ, сенде жазу жоқ. Неге күліп жатсың? Көке, ішімнен бастап сайындар, мойным қытығы бар. Ерекше жағдай достар, сөздерін шатастырып ала беретін майы қызметкері. Капитан Жігіт Ұнатаров. Ау? Кешіріңіз, капитан Досым Жантаңатаров. Менен бірге ішіңіз. Не дейсіз? Көліктен түсіңіз деймін. Сіз мені бұздыңыз. Түсінбедім. Ережені бұздыңыз деймін. Енді не істейін мен? Құшақтаңыз мені. Не деп кеттің? Құжаттарыңыз деймін. Бәңіз. Аха, бәрі дұрыс. Ала беріңіз, енді бірақ мәселе қал шешілмеген. Қандай? Мені қатты аялаңыз. Не деп тұрсыз? Енді қатты айдамаңыз, не болса жоқ. 7 наурыз күні ауырып, 9 наурыз күні жазылатын жігіттер. Қалай, жазылдыңдар ма? Ерекше жағдай. Сенесіздер ме, сенбейсіздер ме білмеймін. Бірақ біздің жігіттер әскердегі арнайы тапсырманы орындау үстінде. Олжас, байқа! Ау! Ғажайыптар маусымы, ерекше жағдай. Шан сорғышты халыққа айтқан сөзі. Жамандықтың бәрі ішінде несі. Сыртқа шығармай, уайымдамаңыз. Мейрамдар жақындаған сайын бір күндік пәтерді жалға алып іздейтін жігіттер, қалайсыңдар? Қазіргі таңда ерекше жағдайлар көбейіп кетті. Қазіргі таңда әйелдерді несиеге алуға болады екен. Жан, не? Балдардың бәрін ұйықтап тастадым. Жүрсей, бөлмеге түсейін. Ұстама мені, ұстама! Неге? Сен бұлайға төлеген жоқсың.
Өмірлік жағдай достар. Қазіргі таңда көшеде кетіп батқан адам талып қалса, қасында адамдар ештеңе істей алмайды. Мүмкін сасып қалды, мүмкін сонда бір ерекше жағдайлар болады. Сонымен көшеде талып қалған баланың әңгімесі. Что, құлады, не істейміз? Құлады, ей! Дәл осы адамдардың ішінде дәрігер болса қалай болады? Қашыңдар, су әкеңдер, басын ұстаңдар. Дәл осы дәрігердің орнында жоғарыдағы шенеуік ағамыз отырса қалай болады еді? Көмектес. Сабыр. Бәрі жақсы болады. Бюджеттен ақша бөлінсең, бәрі жөндейміз, уайымдамай. Уәде береміз. Ал енді осы ағамыздың орнында жайдарман ойнап жүрген жігіт болса қалай болады еді? Көмектес, не істейміз дағы? Мінекей құрметті достар. Біз, жайдарманшылар, осындай сәтте от құрамал тауып құтылып кете аламыз. Тұрсай. Құрметті достар, біз жайдарманшылар мақтымыз. Бірақ дәрігердің керегі дұрыс қойдың сонда да, Міне, құрметті достар, барша жайдарманшылар ойынның соңында әдемі әуенмен немесе өте тамаша сөздермен кетіп жатады. Біз бүгін бәрінен ерекше кетеміз. Біз нағыз әзіл-сықақ театрлар секілді кетеміз. Әке, шеше, мен жасым жырмаға келіп, өз күнімді өзім көремін. Сабыр. Анаған тәрбие берген сенсің, түсінің бә? Сен арды бірдеңе бұзып қалмайды. Жүрді, не істеп кетті анау? Ай, бетім-ай. Мына жама не болып кетті ағай? Ойнамай! Тараз мемлекеттік университетінің құрамасы, университет директоры Сарыбеков Махметқали